Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеода көп адамды толғандыратын маңызды сұрақты талқылаймыз. Оразаны тек Рамазан айында ғана ұстаған дұрыс па, әлде басқа уақытта да ұстау керек пе? Бұл сұрақтың жауабы әрбір мұсылманға пайдалы болары сөзсіз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, өз ойларыңызды пікірге қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Оразаның мәні мен маңызы. Ораза исламдағы 5 парыздың бірі. Рамазан айында ораза ұстау әрбір балиғатқа толған дені сау мұсылманға міндет. Бұл тек аш жүру емес, бұл рухани тазалық, сабыр, тақуалық, өз-өзіңді тәрбиелеу мектебі. Ораз адамға мыналарды үйретеді. Сабырлық, нәпсіні тыю, Аллаға жақындау, шүкіршілік, кедейдің хәлін түсіну. Рамазан Құран түскен қасиетті ай. Сондықтан бұл айда ораза ұстаудың сауабы ерекше, орны бөлек. Рамазан оразасы міндет. Ең алдымен мынаны түсіну керек. Рамазан айында ораза ұстау парыз. Яғни бұл міндетті түрде орындалуы тиіс құлшылық. Егер адам Рамазан айында себепсіз ораза ұстамаса, ол үлкен күнә саналады. Сондықтан мұсылман үшін Рамазан оразасы ең бастысы. Бірақ сұрақ туындайды. Рамазаннан кейін ораза ұстаудың қажеті бар ма? Жауабы: иә, бар. Бірақ ол міндет емес, сүннет әрі сауапты амал. Рамазаннан тыс оразалар. Исламда тек Рамазан айында ғана емес, басқа уақыттарда да ораза ұстау құпталады. Бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Мысалы, дүйсенбі мен бейсенбі оразасы пайғамбарымыз осы күндері жиі ораза ұстаған. Себебі бұл күндері амалдар Аллаға көтеріледі делінеді. Кім аптасына 2 рет ораза ұстаса, оның сауабы өте үлкен. Айдың ақ күндері 13, 14, 15, әр айдың ортасындағы 3 күнді оразамен өткізу үлкен сауап. Бұл адамды тұрақты құлшылыққа үйретеді. Шәуәл айының 6 күні. Рамазаннан кейінгі Шәуәл айында 6 күн ораза ұстау 1 жыл ораза ұстағандай сауап береді делінеді. Бұл Рамазанның жалғасы іспеттес. Арафа күні. Құрбан айттың алдындағы күн. Бұл күні ораза ұстау өткен және келер жылдың күнәларына кешірім сұрауға себеп болады. Ашура күні. Мұхаррам айының 10 күні. Бұл да сауапты оразалардың бірі. Неге тек Рамазанмен шектелмеу керек? Кей адамдар: мен тек Рамазанда ұстаймын, болды дейді. Әрине, Рамазан оразасын ұстау ең маңыздысы. Бірақ тек сонымен шектелу адамның рухани өсуін баяулатады. Ораза тек 1 айлық емес, бұл өмірлік тәрбие. Егер адам тек Рамазанда ғана құлшылық жасап, қалған уақытта ұмытып кетсе, онда ол тұрақты рухани байланыс орната алмайды. Ал қосымша оразалар жүректі жұмсартады, иманды күшейтеді, күнәлардан тазартады, сабырды арттырады. Оразаның рухани әсері. Ораза ұстайтын адам өзгереді. Ол сабырлы болады. Ашуға берілмейді. Көбірек дұға етеді. Жаман сөзден сақтанады. Рамазан бастау. Ал жыл бойы ораза ұстау сол бастаманы жалғастыру. Мысалы, бір адам спортпен тек 1 ай ғана айналысып кейін тоқтаса, нәтижесі ұзаққа бармайды. Сол сияқты құлшылықта тұрақты болуы керек. Ораза тек аш жүру емес. Кей адамдар оразаны тек тамақтан тыйылу деп ойлайды. Жоқ. Ораза тілдің оразасы, көздің оразасы, жүректің оразасы. Яғни, жаман сөз айтпау, өсек айтпау, жаман нәрсеге қарамау, ренжітпеу. Егер адам тек аш жүріп, бірақ жаман сөз айтса, онда оразаның мәні толық болмайды. Қазіргі заманда оразаның маңызы. Бүгінгі таңда адамдар стресс, уайым, қарбалас өмірде жүр. Ораза сол қарбаластан тынығу. Ораза ұстайтын адам өзін бақылауды үйренеді. Тәртіпке келеді. Сабыр табады. Сондықтан тек Рамазан емес, жыл бойы кейде ораза ұстап тұру жүрекке тыныштық береді. Кімдерге қосымша ораза қиын? Әрине, барлық адам бірдей ұстай алмайды. Жұмыс ауыр болуы мүмкін, денсаулық әлсіз болуы мүмкін. Сондықтан қосымша оразалар міндет емес.
Кімнің шамасы жетсе, сол ұстайды. Ислам жеңілдін. Алла ешкімге шамасынан тыс жүктемейді. Ең дұрысы қандай? Ең дұрысы. Бірінші, Рамазан оразасын міндетті түрде ұстау. Екінші, мүмкіндік болса, қосымша сүннет оразаларды ұстау. Үшінші, құлшылықты тұрақты ету. Тіпті айына бір күн ұстасаңыз да бұл жақсы. Маңыздысы ниет пен тұрақтылық. Неге адамдар тек Рамазанда ұстайды? Себебі Рамазанда атмосфера ерекше. Бәрі ораза ұстайды. Мешіттер толы, ауызашарлар, бірлік. Ал басқа уақытта жалғыз ұстау қиын болуы мүмкін. Бірақ дәл сол кезде адамның шынайы ниеті көрінеді. Ораза мен тәубе. Ораза тәубеге келудің ең жақсы жолы. Кім ораза ұстап жүріп дұға етсе, оның жүрегі жұмсарады. Жыл бойы анда-санда ораза ұстайтын адам күнәсін азайтады, жүрегін тазартады, Аллаға жақындайды. Қорытынды. Сонымен сұраққа жауап. Оразаны тек Рамазан айында ғана ұстаған дұрыс па? Жауап. Рамазан оразасы міндет. Басқа уақыттағы оразалар өте пайдалы, бірақ міндет емес. Мүмкіндік болса, жыл бойы кейде ұстап тұрған дұрыс. Ең бастысы ниет. Алла ниетке қарай сауап береді. Егер сіз тек Рамазанда ұстасаңыз, бұл да жақсы. Ал егер қосымша ұстасаңыз, нұр үстіне нұр. Құрметті көрермен, сіз оразаны тек Рамазанда ұстайсыз ба, әлде басқа уақытта да ұстайсыз ба? Пікірге жазып кетіңіз. Осындай пайдалы исламдық видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп лайк басып бөлісуді ұмытпаңыз. Алла баршамыздың оразамызды, дұғамызды қабыл етсін. Жүрегімізге тыныштық, өмірімізге береке берсін. Келесі видеода кездескенше.